Бүгін қазақпыз қойдан көретіндер. Болат Назарбаевқа байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бүгін осы пенденің ел білмейтін азғындығын жария етпекпін. Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Самат Әбиш те тергеу назарына алынды. Почему всех заместителей и Карима Мусимова взяли, кроме Самата Абиша? Это же обоснованные вопросы казахстанцев. Вот вы как сотрудник, который 25 лет там находитесь, да, работали, как вы считаете? Как вы считаете, знаете, он сейчас тоже в орбите следствия находится. И Самат Абиш. Кто? да, Первый заместитель председателя Самат Абиш, он тоже находится в орбите следствия. Все мы тоже. Ассалаумағалейкум. Арландай ашуы бар қасқыр мінез қазағым. Назарларында Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Бүгінгі кейіпкер жайлы айтар болсам, 100 қатынды ауыстырған тауардай, Алматыны саудалаған базардай. Нұрсұлтанның туған іні бауыры, танысыңдар, міне Болат Назарбай. Бұл санды осы пендеге арнамақпын. Әрине, бағдарламаны бастамас бұрын сендерден өтініш қазағым. Бұл арнада тек ащы ақиқат қана айтылады. Сондықтан арнаға жазылып, подписка жасап, астында тұрған қоңырауды басып қойыңдар. Осы арқылы жаңа видеоның шыққанынан хабардар болып отырасыңдар. Және осы видеоға лайк басып, төменде пікір жазуды да ұмытпаңдар. Мүмкін болса осы видеоны WhatsApp арқылы таратып жіберіңдер. Сонда ғана Қазақпыз ғой жобасын көбірек қазақ көретін болады. Ал мен бастаймын. Кеттік. Иә, бүгінгі кейіпкердің толық есімі Назарбаев Болат Әбішұлы. Халықты қанаған Нұрсұлтан Назарбаевтың інісі. Негізі мен осы Болаттың тағдырын анау ертегідегі Золушканың тағдырына ұқсатамын. Ойлаңыздаршы, ауылдан шыққан, оқымаған, қалаға келіп, туалет тазалап жүрген сантехник бір күннің ішінде тәжірибесі жоқ болса да бизнесмен атанады, көк тиынсыз олигарх атанады. Ал ағасы Нұрсұлтанның бұл ертегідегі рөлі кәдімгі Золушкадағы ханзада болып тұр ғой. Ой, бұл Болаттың қазаққа жасаған қиянаты көп. Бұл пенде Алматы облысындағы барлық кәсіптерді, оның ішінде үлкен базарларды рейдерлік жолмен басып алып, ағасының атын пайдалана отырып, құқық қорғау органдарында да өз билігін жүргізді ғой шіркін. Онсыз да шарасыз кедей отырған қара қазағымды қорлады да, кәмелетке толмаған қарындастарымды зорлады да. Бұл бәле бүгінгі күні 70-тің жетегіне жетіп қалған БН Инвест холдингісінің директоры Болаттың ұраны фамилияң Назарбаев болса, кез келген қатынды да, кез келген кәсіпті де сұрамаяқ ала бер. Қатын демекші, Беркут деген әнші бар ғой. Сол Беркут деген әншінің қатыны Айшаны да осы Болат Назарбаев тартып ала жаздаған деседі. Бұл туралы келесі сандарда толық зерттеу жасамақпын. Міне, Болаттың өмірде жеткен жетістігі осы ғана. Ал енді Алматының королі атанған екінші Назарбаевтың өмір баянына келер болсақ, Болат өзін жоқтан бар жасаған адамдардың қатарына жатқызады екен. Осының сөзіне сенсек, сонау 85-ші жылдары Болат Назарбаев совхоз механигі болған екен. Нұрсұлтан Назарбаев 1989 жылы Қазақ СССР Компартиясының бірінші хатшысы болғанда, Болат Қаскелең нан зауыты директорының орынбасары ғана еді. Артынша атамыз кәсіпкерлікке бет бұрып, мал терісін сатумен айналысады. 1989 жылы бизнеске кеттім. Бизнесім Южный Казахстанскийден бастадым. Шардара, Жетісайдан. 90-шы жылдары ТО Аграның директорлығынан кейін артынша күллі қазақ білетін БН Инвест холдингін құрады. Әрине, ағасының арқасында аз уақытта жұртты жылатып байған осы Болат сантехник дипломын Қарағандылық заң институтының дипломына ауыстырады. Болат енді кәсіпкер, Болат енді заңгер. Ойбай-ай! Соған қарағанда қарапайым кәсіпкерлердің маңдай терімен тапқан табыстарын тартып алуға осы заңгер дипломы көмектесті ме екен? Ха-ха-ха, күлкім келіп кетті ғой. Нұрсұлтан ағасы қазақтың байлығын вагондап жеп жатқанда Болат қарап тұрсын ба? Әрине, Назарбаев деген фамилияның арқасында жегені артында, жемегені алдында. Қысқасы, ой-ой, шалқыды ғой екі шал. Бірақ Болат жетесіз жеткен жетістіктерін өз еңбегіне балайды екен. Құдай-ау, не деген жексұрын десейші.
бәрі айтады, ол үлкен ағасы көмектесіп жатыр, бауыры көмектесіп жатыр деп. Мен айтып отырмын, қазір осы үлкен кісі еститін шығар бұл бәрін. Мен ол кісіден осы уақытқа дейін бір жұмыс істеп көрген жоқпын. Мен ана жерде жұмыс істегім келеді деп. Ана басын жұмыс істесе фамилия да жетеді дейді ғой. Ары қарай өзім алып кеттім. Жалпы Назарбаевтар отбасында әркімнің өз рөлі болған. Ал Болат болса осылардың арасынан ерекшеленіп, өз командасын құруға талпыныпты. Дәлірек, кез келген құқық қорғау органында, жер басқармасында, тағы да басқа мекемелердің барлығына Бөкең өз адамдарын тағайындап отырған. Соңғы кездері бұқаралық ақпарат құралдар Болат Назарбаевты қайырымды азамат ретінде көрсетіп жатты. Осы пенде қорған салиқалы ұрпақ қайырымдылық фонды көп балалы аналар мен жетім жесірлерге көмек қолын ұсынып жатыр деп жазды ғой сатқын журналисттер. Қиын болды. Кейбіреу түсінбейді, неменеге біз беруіміз керек. Мен айттым, ана бағдарда бар ғой, туған жеріңе туың тік дегендей. Енді біз көмектеспесек кім көмектеседі? Өзің бізге қалмайды ғой, әркім өзі алып кетпейді. Мына не қойып қоямыз, кім көмектескен жазып табылу. Немерен шөберен көреді оны деп. Сөйтіп түсіндіріп шақырдым, келді енді. Негізі қарапайым халықтан тартып алып, өзіне 99%-ын қалтырып, 1%-ын қайтадан халыққа қайырымдылық етіп қайтарып беру барып тұрған әбестік емес пе? Болатай, қатырасың сенше. 90-шы жылдары Болаттың ойына байлық та, атақ, даңқ деген ұғымдар кіріп те шықпаған еді. Десе де біздің елде жалпақтағыштар мен жалағыштар көп қой. Міне, солар жасаған арбаудың арқасында Бөкең өзін құдды бір құдайға теңеді. Ой, оны айтасың. Алматы облысында Болаттың атын пайдаланғыштарды қаптап кетті. Осылай, бұл пенде 2000-шы жылдары Нұрсұлтанның қарауындағы аса ірі Қазақ мыс компаниясының директорлар кеңесі мүшесіне айналады. Осыған қарап түсінгенім, Қазақ мыс компаниясына плотно крыша керек болды ғой сол кездері. Ал енді Болат Назарбаевтың братишкалармен таныстырайын сендерді. Соның біріншісі Эдгард Салдузиев. Бұл жігіт еліміздегі бірнеше зауыттарға, пароходтарға, қонақ үйлерге, тіпті базарларға да иелік еткен. Эдгар Салдузиев те сау сиырдың боғы емес, өзі жанжалдың арасында жүрген азамат. Соның бірі АЗТМ зауытымен байланысты жағдай естеріңде шығар. Міне, кезінде осы Салдузиев Болат Назарбаевтың экс-қатыны Майра Құрманғалиевамен де соғысып еді. Сол сәтте Эдгар осы Болаттың адамдары мені қинап соқты деп арызданғаны да әлі есімде. Десе де осы Салдузиев Бөкеңнің сенімді адамдарының бірі болған. Болаттың екінші брачкесі Талғат Махатов. Бұл азаматты да білетін шығарсыңдар. Сонау Харгостағы контрабандалық іске байланысты фигурант болып еді ғой. Міне, осы Талғат Махатов БН-нің атын жамыла отырып, Харгостағы контрабанданың жілігін мұжып, майын ішкен арамзат. Бұл қайдан шыққан пенде десеңдер, айтайын. Осы Талғат Махатов жанама дерек көздеріне сенсек, Болат Назарбаевтың немерелеріне биологиялық әке болып келеді екен. Дәлірек, Талғат Болат Назарбаевтың үлкен қызы Гүлмираның азаматтық некедегі күйеуі. Тіпті Назарбаевтың осы некесіз күйеу баласы БН-нің тікелей кассирі болған дегенде болжам бар. Ой, Бөкеңнің криминалдық карьерасына келер болсам, айта берсем, бағдарламаның уақыты жетпей қалады-ау. Десе де, соның бір екеуіне тоқталып өтсек. Соның бірі Алматы стекло зауыты. Дәл осы зауыттың директоры кәсіпкер Азим Абдуллаев өзінің кәсібіне экс-президенттің інісі Болат Назарбаев рейдерлік шабуыл жасап, тең жартысын иеленіп алғанын айтып, ағынан жарылды. Бұл оқиға әлі де талқыланып жатыр. Естіп жатқан шығарсыңдар. Тағы бір қызық айтайын. Сонау 2016 жылдары осы Болатқа бәз біреулер қару тақап, тіпті аяғына оқ атыпты деген қауесет тарап еді ғой. Білгіштер бұл шабуылды жасаған
президенттің күйеу баласы Күлебаевтың адамдары деп жорамалдады. Бұл да мүмкін, себебі Бөкең осы Күлебаев басқаратын Газпромнан арнайы откат талап еткен екен. Байқасаңдар, осы оқиғадан кейін 2016 жылдан бастап Газпромның жанармай құю бекеттері жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кетті. Бұл кездейсоқтық па? Әрине жоқ. Ой, ол былай тұрсын. 2016 жылдың көктемінде Украина өз аумағындағы Еуробанктың 50% үлесін осы Болат Назарбаевтың сатып алуына рұқсат берді деген хабар тарап кетіп еді ғой. Ал екінші 50%-ын ешкімге белгісіз Гүлмира Сәрсенбаева деген әйел сатып алмақшы болған. Бұл Гүлмира Food Invest Group компаниясының директоры Қанат Арбиевтің қарындасы. Ал енді Қанат Арбиевқа келер болсақ, бұл пенде де Бөкеңнің жақындарының бірі деседі. Болат Назарбаев тек елімізде ғана емес, шетелде де атын шығарып үлгерді. Соның бірі Нью-Йорк қаласынан 20 миллион долларға сатып алған 400 квадрат метрлік пәтер. Осы пәтер үшін Болат тіпті экс-қатыны Майра Құрманғалиева мен оның ұлы Данияр Кесекбаевпен де соттасқан болатын. Бұл дүниелер бедәлдің тек бергі жағы, ал ел білмейтін қылмыстары қаншама. Балақтағы бит басқа шықты деген осы шығар. Жақында ғана Марганец өндіруші компаниясының экс-қожайыны Нұрша Какенов Болат Назарбаевтың рейдерлік тартып алуының жаңа фактісін жариялады. Ол Каруан жауапкершілігі шектеулі серіктестікте жарты жыл ғана құрылтайшы болып үлгерген. Қаржы мониторингі агенттігінің хабарлауынша, Алматы қаласының экономикалық тергеу департаменті Болат Назарбаев пен оның бұрынғы әйелі Майра Құрманғалиеваға қатысты Каруан жауапкершілігі шектеулі серіктестігін рейдерлік жолмен басып алу фактісі бойынша тергеуді бастады. Елбасының інісі мен келініне қатысты арызды Марганец барлау және өндіру кәсіпорнының бұрынғы ортақ иелерінің бірі Нұрша Какенов жазған. Ой, Назарбаевтардың қазаққа жасаған қиянаты көп. Болаттың мұндай қорлығына шыдамаған ақсақалдар алқасы кезінде Нұрсұлтан Назарбаевқа уәждерін айтып, хаттама жолдаған екен. Сонда Нұрсұлтанның не деп жауап бергенін білесіңдер ме? Айтайын, Нұрсұлтан былай депті. Қазақтар, сақалы сапсиған ақсақалдар, не, менің бауырымның бір еркелігін көтере алмадыңдар ма? Еркелесе өзінің туған жерінде еркелеп жатыр. Маған мұндай хат жазуларыңды доғарыңдар, депті. Міне, Соқратқа Қотырат деген осы шығар. Яғни, біреудің бизнесін тартып алып, біреудің баласын өлтіріп, біреудің қатынын, біреудің қызын зорлаған педофилді осылай қорғаштаған ағасынан не күтуге болады? Ойбай, елбасы деп оны мадақтады, мақтады, марапаттады. Садаға кетсін. Айтпақшы, жақсы жаңалық айтайын. Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіш тергеу назарында. Бұл сөзді бүгін парламент мәжілісінің дәлізінде Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары Асқар Әмірханов айтты. Почему всех заместителей и Карима Мусимова взяли, кроме Самата Абиша? Это же обоснованные вопросы казахстанцев. Вот вы, как сотрудник, который 25 лет там находитесь, да, работали, как вы считаете? Как вы считаете, знаете, он сейчас тоже в орбите следствия находится. И Самат. Кто? да, Первый заместитель председателя Самат Абиш, он тоже находится в орбите следствия. Все мы тоже. Кімнің сөзіне сенерімізді білмей қалған заман болды ғой. Құрметті қазағым, арнаға жазылып, астында подписка жасауды ұмытпаңдар. Және төменде тұрған қоңырауды басып қойыңдар. Ескерте кетейін, бұл арнада тек ащы ақиқат қана айтылады. Және осы видеоға лайк басып, пікір жазып кетіңдер. Еске салып өтейін, егерде сен билік тарапынан болып жатқан әділетсіздіктің құрбаны куәгері болып жатсаң, видеоларыңды мына нөмірге жолдаңдар. Мен кез келген мәселенің ақ қарасын анықтап, оны шешуге тырысамын. Назарда болған Жан Ахмадиев және Қазақпыз ғой жобасы. Кездескенше күн жақсы.